Шахизинаның кешенінің ішінде мынандай мұражай бар екен. Сол мұражайда 10-15 ғасыр аралығындағы керамикалар, яғни мозаикалармен безендірілген кірпіштің бөліктері бар екен. Бұл жерде енді бұл кірпіш емес шығар, бұл кесененің сыртын безендіретін плита тастар ғой. Кеше салынған сурет сияқты. Оның сырын ғалымдар әлі таппай жатқан болатын. Яғни немен салынды, қалай салынды, немен боялды. 10 ғасыр жердің астында жатса да, бояудың өзінің былайша айтқанда түсін жоғалтпайды. Мен бірнеше жерде мұражайларда болғам. Сол мұражайлардың барлығында да 10 ғасырда табылған заттардың бәрі осындай күйде сақталған.